Жаңа туылған баланың құжаттарын қалай заңдастырамыз? Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Жалпы жаңа туылған балаға құжаттар жасау. Сол туралы әңгіме қозғаймыз. Мысалға, бала туылды, бірақ әкесі мойындамайды ол баланы. Бала туылғаннан кейін туу туралы куәлікті алу керек. Сол кезде әкесі деген графаға кімді жазамыз? Өзінің әкесін жазуға бола ма, болмаса басқа тума-туысқанды жазуға бола ма? Және басқа да сұрақтарға жауап беріп, осы видеода сіздерге нақты кеңес беретін боламыз. Егер тақырып қызық болса, ары қарай көріңіздер. Және подписка, лайк, комментарийді жасауды ұмытпаңыздар. Бастайық, я? Туу туралы куәлікті алу үшін ең оңайы, егер әкесі де, шешесі де анықталып тұрса, егов арқылы біз заявка, сұраныс береміз. Өтініш береміз. Өтінішке біз міндетті түрде ата-ананың жаңағындай туу туралы ата-ананың құжаттарын жібереміз. Егер ата-ана келе алмаса, онда сенім хатпен кім тапсырып жатыр, еговқа, соны нотариалды түрде куәландырған куәлігін жібереміз. Және неке қию туралы куәлік. Болды. Басқа құжаттар қажеті жоқ. Егер шетел азаматы болса, бірақ Қазақстан Республикасында тұрса, ол кезде осы шетелдік азаматқа ықтияр хат міндетті түрде біз керек, соны тіркеуіміз керек, ықтияр хатты. Және тұрақты тұрғылығы жоқ, уақытша тұратын адамға, яғни сол құжатын беру керек. Яғни бізде сары куәлік бар, уақытша азаматтық берілетін. Сол куәлікті тіркейміз. Так, ары қарай. Осымен, осы құжаттарды егер тіркесеңіздер, жеткілікті, яғни туу туралы куәлікті алуға болады. Енді жалпы туу туралы куәліктің алынуы, ресімделуі қай заңмен реттеледі деп сұрасаңыздар, онда осы Қазақстан Республикасының үкіметінің 2013 жылы 5 қыркүйегінде бекітілген номер 929 қаулысымен бекітілген туу туралы куәлікті ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою туралы заңы бар. Осы 2013 жылы бекітілген. Сол заңда нақты көрсетілген. Қандай жағдайда неке туу туралы куәлік қалай және оны алу үшін қандай құжаттар керек екені туралы. Мен осы заңның ішінен қызықты, халыққа керекті деген сұрақтарды алып, ішінен сіздерге айтып берейін. Мысалы, осы заңның, жаңа туу туралы куәлікті ресімдеу, беру дедік, сол туралы заң, осы заңның 11 бабында былай делінген. Егер, мысалы, мына ситуация болса, сіз, мысалға, баланы тауып алсаңыз, я тастанды бала болса, я болмаса бас тартылған бала болса, яғни кей кезде аналар туады, жас қыздар, содан кейін баладан бас тартады. Бұл кезде қалай туу туралы куәлігі ресімделеді? Бұл кезде ішкі істер органдарының, немесе қамқоршы қорғаншы органдарының арызымен 7 күннің ішінде кешіктірілмей туу туралы куәлік ресімделеді. Яғни, егер баланы тастап кетсе, сол тастап кеткен орган, яғни қамқоршы қорғаншы органға хабарлау керек, болмаса ішкі істер органына хабарлау керек. Ішкі істер органы, қамқоршы қорғаншы органы 7 тәуліктің ішінде балаға туу туралы куәлікті ресімдеп береді.
түсіндіңіз ғой? Егер сіз тауып алсаңыз, онда сіз қамқоршы қорғаншы органға хабарласаңыз, ішкі істер органына хабарласаңыздар болды, бүткіл баланы тексеріп, көріп, 7 күннің ішінде оған құжат жасап береді. Егер сіз баланы тауып алсаңыз, мысалға. Ары қарай. Ал негізі жалпы қарастырылса, туу туралы куәлігі, мысалы, әке-шешесі бар, тастанды емес, ол кезде 2 айға дейін кешіктірмей қаралу керек. Яғни туған күннен бастап 2 айдың ішінде туу туралы куәлігі беріледі. Общий установленный порядок. Бұл осы заңның 7-ші бабында көрсетілген. Яғни туу туралы куәлікті ресімдеу заңының 7-ші бабында көрсетілген. Яғни общий установленный срок 2 ай. Егер тастанды бала, табылған бала болатын болса, 7 тәуліктің ішінде оған не істейді? Туу туралы куәлікті ресімдеп береді. Бұл не үшін? Енді бала тастанды болғандықтан оны тезірек ресімдеп, тезірек дом малюток, дом приюта, я болмаса басқада ата-аналарға асырап алуға беру үшін тезірек туу куәлігін жасап береді. Тағы да бір сұрақ болуы мүмкін. Баланы белгісіз ана қалдырып кеткен жағдайда, мысалы, бала туылады, туылғаннан кейін анасы тастап кетті. Ондай кезде туу туралы куәлік қалай ресімделеді? Медициналық ұйымның әкімшілігінің 2 куәнің қатысуымен хаттама жасайды. Яғни хаттама, протокол толтырылады, 2 куәгер қойылады. Сөйтіп, анасы баланы тастап кетті деген хаттама толтырады. Осы хаттаманың негізінде медициналық ұйымның лауазымының өтініш жазылады және хаттама тіркеледі. Сөйтіп, жаңағындай туу туралы куәлік осы балаға ресімделеді. Яғни баланы тастап кеткен жағдайда. Түсіндіңіз ғой? Яғни бұл жерде біз не туралы айтып отырмыз? Жалпы бұл жерде проблема тастанды баланың куәлігі қалай ресімделеді? Сол туралы әңгіме қозғап отырық, иә? Ары қарай. Егер дейді, бұл осы заңның 13-ші бабы. Негеде тұрған, ерлі зайыпты болған кезде бойға біткен және әкесі қайтыс болғаннан кейін немесе неке ерлі зайыптылық бұзылғаннан кейін бала туылса не болады? Яғни мынандай болады, иә? Ситуация. Ер мен әйел үйленеді. Үйленгеннен кейін әйел адамның бойына бала бітеді. Бала біткеннен кейін ер адам, болмаса әйел азаматы, ер адам қайтыс болса, бала туылғаннан кейін, болмаса 2 қабат кезінде қайтыс болса, болмаса бұлар бойына бала бітті, 2 қабат кезінде ажырасып кетті, кетіп қалды. Сол кезде туу туралы куәлікті қалай ресімдейді? Сол туралы әңгіме қозғаймын. Осы заңның 12-ші бабында былай делінген. Егер әкесі қайтыс болған немесе неке дейді бұзылған жағдайда, не ол сот шешімі жарамсыз деп табылса, осы жарамсыз деп танылған күннен бастап 280 күннен аспаса, жалпы негізде жүргізіледі. 280 күн. Яғни бұл жерде былай делінген. Егер неке жарамсыз болып танылса, адам қайтыс болса, қайтыс болған күннен бастап, болмаса неке жарамсыз деген күннен бастап 280 күн ішінде неке туу туралы куәлік ресімделеді. 280 күн ішінде. Яғни бұл не деген сөз? 3 ай, 4 ай, 5 ай. 5 айдың ішінде осы сіз талап етсеңіз, бала, яғни неке туу туралы куәлікті алсаңыздар болады. Жаңа әкесі деп танып жаңа кісіні. Сізден ажырасып кеткен кісіні, болмаса қайтыс болған кісіге байланысты. Бұл 13-ші бап, иә? Енді 14-ші бабында қызық жағдай ситуация көрсетілген. Мысалы, кейбір отбасыларында болады, балаға құжатты жасамай жүрген адамдар. Яғни 1 жасқа толып кеткен бала, одан үлкен бала туу туралы куәлікті алмады. Жоқ туу туралы куәлігі.
документ алған жоқ, ол кезде қалай болады? Ол кезде медициналық ұйым және дәрігердің туу туралы справкасы керек. Яғни роддомда береді ғой, сол справканы аласыздар да. Сол справканың негізінде туу туралы куәлік алуға болады. Болмаса мүлдем құжат жоқ. Ол кезде сіз медицина бір ұйымына көрсетіліп, баланың жасын анықтап, сол бала туылғанның справкасын алып, енді осында осы жаса деген, соның негізінде жазбаша өтініш бойынша тіркеуші орган жасаған қорытындының негізінде жүргізілді. Яғни тіркеуші орган ЗАГС, ЗАГС сізге қорытынды береді. Я бала жасы осындай, я куәгерлер бар, я осы әкесі, осы анасы екен деп қорытынды береді. Сол қорытындының негізінде туу туралы куәлікті алуға болады. Түсіндіңіз ғой? Бұл осындай ситуация. Келесі ситуация, бұл осы заңның 15-ші бабында негізделген. Мысалы, бала ішке біткеннен кейін шетелге кетіп қалды әйел адам. Сөйтіп шетелде туылды бала. Ол кезде қалай ресімделеді? Ол кезде баланың туған ата-аналарының не олардың бірінің бала егер шетелде туылса, оның туылған жері сол шетел болып саналады. Және шетелде жүріп, жаңа справка алады, және справкада сол справканың негізінде кейін тапсырса, ЗАГС-тен туу туралы куәлік алады. Бірақ оның туылған жері қай жерде туылды, сол жер болып есептелінеді. Мысалы, Россияда туылса, Россия болып есептелінеді. Мысалы, экспедицияда жүрген кезде туылса, мұндай жағдайларда оның туылған жері сол қай жерде туылды, сол жер анықталады. Бұл бізде 16-ші бабында көрсетілген осы туу туралы куәлік алу туралы заңының. Енді мынандай мәселе ең бізге керек біздің осы видеоның ең фишкасы, мысалға мынандай. Әйел босанды. Әйел босанған, бағанағы бірінші сұраққа жауап берейік. Әйел босанды. Босанғаннан кейін күйеуі тастап кетті. Болмаса, босанғаннан кейін білмейді қалай жазу керек екен. Күйеуінің атына жаза ма, я баланы өзінің тума-туысқандарының атына жазғысы келеді мысалы. Бұл кезде осы 21-ші бап бар, туу туралы куәлік алу бойынша. 21-ші бабына сәйкес әйел адам егер мойындаса, мысалы басқа еркекке, осы баланың әкесі деп, онда сол әкені туу туралы куәлікке тіркеп, әкесі қылып жіберуге болады. Мысалы, босанғаннан кейін баланың нағыз әкесі кетіп қалды, қашып кетті мысалы. Бірақ ертеңгі болашақта бала зақым алмасын деп, әкесі қалмасын деп, мысалға сол жерге өзінің бір туысқанын, болмаса алыс туысқанын, болмаса біреудің фамилиясы атын бергісі келеді. Яғни сол кісі келсе, бір досы деген сияқты, сол кісі келсе, сол кісі әкесі қылып, жаңа туу туралы куәлігін жазуға болады. Түсіндіңіз ғой? Яғни мұндай мүмкіндік берілген. Сондықтан, егер әйел босанса, және оның әкесін біреу енді басқа жігіт пайда болуы мүмкін, я бір досы, я бір туысқандардың ішінен біреу, енді бала жетім қалмасын деп өз аты жөнін бергісі келсе, онда беруге болады. Бұл жерде әйелінің келісімі керек. Яғни сотсыз, ештеңкесіз ЗАГСте бұны ресімделуге болады делінген. Түсіндіңіз ғой? Жалпы бұл туу туралы куәлікті алуға байланысты тақырып. Бұл тақырып қызық емес болуы мүмкін. Бұл тақырып көп аудиторияға емес. Бұл тақырып нақты басында проблемасы бар. Көбінесе әйел азаматына қатысты тақырып. Бірақ бұған запрос болғаннан кейін, бұл жалпы адамның өмірінде болғандықтан осы видеоны түсіріп сізге ұсынып отырмыз.
Сондықтан осы туу туралы куәлікке байланысты осындай нюанстар бар. Егер сізде бір проблема болатын болса, осы туу туралы куәлікке, туу туралы куәлігінің заңы бар арнайы 2013 жылғы 5 қыркүйекте 929 қаулысымен бекітілген туу туралы куәлікті ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою туралы заңы бар. Осы ережесі бар деген, осы ережеге сай сіздер бәрін қарап шықсаңыздар болады. Баптардың бәрін айттым. Осы баптарды мен қазір менеджерға жіберемін. Міндетті түрде астында комментарийда YouTube каналда осы баптар сізге ұсынылатын болады. Осымен осы тақырып аяқталды. Жалпы ақпарат пайдалы болса, астына комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар, және подписка жасап достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.